Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге салтанат бір жасағаннан осындай үлпілдек қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, мені қолдап кетіңіздер. Бір жасағаннан өте қытырлы қаттама шығатын болады. Ең алдымен пиязын сабағынан алып, керек емес жерлерін бөліп алатын боламыз. Шіріген жерлерін тура видеода көрсетілгендей майда етіп турап алатын боламыз. Ендігі кезекте көз мөлшерімен 2 пиалай су қостым және де тұзын ащы қылып, тұзын татымды қылыңыздар, өте дәмді шығады сол кезде. Және де бір жұмыртқа салып, орташа қалыңдықта қамыр илейтін боламыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан өте дәмді қаттама шығатын болады. Осылай июін қандырып, мен жарты сағатқа қойып қойдым, және де осылай қайта-қайта илеп жіберіңіздер. Сол кезде қамыр жылтырап, тегіс әдемі қамыр шығатын болады. Және де осындай таразының көмегімен бөлшектерге бөліп аламыз. Себебі жайылған кезде біреуі қалың, біреуі жұқа болып кетпес үшін 204 граммнан 200-ден аса граммнан бөліп алатын боламыз. Сол кезде барлығы бірдей пішімде жайылатын болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Осылай 10 минутқа бетіне ұн сеуіп, қамырды демалдыруға жібереміз. Ендігі кезекте қамырды жаюға кірісеміз. Әртүрлі пішімде, қисық көлемде жая берсеңіздер болады. Себебі қазір ортасына май жағатын боламыз. Осы кезде майды қыздырып дайындап алсаңыздар болады. Және де майды осылай қолдың көмегімен жайып, пиязды салып, мінекей тура видеодағыдай орап аламыз. Мен де баламен асығыс үсігіс жасап, тіпті дұрыстап сәндеуге де уақыт болмады. Бұл жерде шөткімен жағып бастадым, бірақ баламен болған соң тез қолмен жаға салдым. Мінекей осылай барлық жеріне май жағып, вуаля, осындай өте жұмсақ, қытырлақ, яғни пияз қаттаманың рецептімен бөлістім. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көрген.